Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгін дәмді, пайдалы таңғы ас гранола дайындаймыз. Граноланың басты ингредиенті ол сұлы жармасы, яғни геркулес. Осындай ұзақ уақыт 20 минут дайындалатын түрін таңдаңыз, бізге 400 грамм қажет. Сонымен қоса бізге табиғи бал 200 грамм және 100 грамм табиғи құрамы таза май қажет. Май мен балды отқа қоятын ыдысқа салып ерітіп аламыз. Табиғи таза майдың құрамы тек кілегейден тұрады. Еріген бал мен сары майды сұлы жармасының үстіне құйып, мұқият араластырамыз. Небәрі 3 ингредиенттен тұрады, ал нәтижесінде сондай дәмді таңғы ас шығады. Пергамент қағазына барынша бір келкі етіп жайғастырамыз. 170-180 градуста әр 5 минут сайын араластырып қызарғанша пісіреміз. Оған 25 минуттай уақыт кетеді. Гранолаға кез келген жаңғақтар, тіпті шоколад бөліктерін және какао қосуға болады. Гранола піскен соң жаңғақтармен мұқият араластырдым және 150 градуста 10 минуттай тағы да ұстадым. Сонда жаңғақтар қытырлап, дәмі күшейе түседі. Қосымша еш нәрсе қоспай дайындасаңыз да дәмді болады. Гранола әбден суыған соң беті жабылатын контейнерде сақтаңыз. Ұзақ уақыт сақтамайсыздар, бірнеше күнде жеп қоясыздар, себебі өте дәмді, өте оңай, қолжетімді. Граноланы әдетте жылы сүтпен немесе қантсыз йогуртпен ұсынады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Жақсылықта жүздескенше.